теперь переходим к основе создания бизнеса. Ал енді бизнесті құрудың үшінші қағидасына өтейік. Өткен бейне бағдарламада мен ол жөнде жай айта салған болсам, бүгін таңда бұл баған ерекше шабыт беріп отыр. Мен осы бизнесті құрудың үшінші қағидасын желілік маркетингтің үшінші алтын қағидасы деп аталатын өзге бейне бағдарламамен біріктірдім. Ол сіздердің көңілдеріңізден шығады деген ойдамын. Енді осыдан кейін бизнесті құрудың нөмірі үшінші қағидасы одан да кеңейіп, нөмірі бірінші қағида жөніндегі түсініктерімізді тағы да жаңа биіктікке шығарды. Бизнесті құрудың нөмірі үшінші қағидасы тізімдерді жасау деп аталады. Надпись на экране, список имен. Есімдер тізімі. Келіңіздер, енді осы сұрақты жалпылама қарастырайық. Егер де сізде есімдер тізімі жоқ болса, онда әуе шарын сатып алып аспанға ұшырайық. Егер де сізде ақша жоқ болса, сіз үшін, сіздің ұшыруыңыз үшін мен сатып алып, сізге беремін. Яғни, бірінші бөлім арман, екінші бөлім шынайы берілгендік. Бұл болмаса нәтиже болмайды. Шынайы берілгендік тұрақтылық дегенді білдіреді. Түсінікті ме? Үшінші бөлім бұл тізім. Алғашында мен осы бейне бағдарламаны түзгенде, бұл тізімді сіздің армандарыңыздың тізіммен есімдер тізіміне қосқанмын. Енді есімдер тізіміне көшейік. Барлық мәселелер осы жерде туындайды. Ең үлкен дағдарыс. Ешкімде тізім жасағысы келмейді. Барлығы да бұл олардың зияткерлік деңгейіне қайшы деп ойлайды. Маған тізім жасап не керек? Не, мен өзім керекті есімді сақтай алмаймын ба? Мен айтам, сабыр сақтаңыздар да тізіміңізді жасаңыз. Шын мәнінде сіз жазғанды жақтырмайсыз. Мектепті бітіргеннен кейін жазу дегенді айтса көбіңіздің жыныңыз келеді. Осыны мойындайсыздар ма? Мектепте өте көп жазамыз. Кейін одан шығып қаламыз. Мысалы, жақында мен жазу жаздым. 3 сөйлем жазғаннан кейін менің қолым тала бастады. Содан кейін қайтадан бірдеме жазу үшін қолыңды уқалату керек. Бірақ та көп адамдар өздерінің күнделіктері мен кітапшаларына үнемі бірдеңелер жазып жүреді. Менің сіздерге айтайын деп тұрғаным, күнделіктеріңізге керекті тізімді жазып жүру шешуші рөл ойнайды. Бұл сіздердің ойыңыздың тұңбасы. Қолыңызға парақ алып, оны столға қойып, жарықты қосып, оның жанына өзіңіздің биодискіңізді қойыңыз. Шынында да биодиск адамға ерекше күш-қуат береді. Биодискіні қолдана бастағаннан кейін мен көп адамдарды есімде сақтайтынында сездім. Мен әзілдеп тұрған жоқпын. Ол есте сақтау қабілетіңізді зор дамытады. Сондықтан столға биодискіні қойып, қолыңызға қаламсапты алыңыз. Оның қымбат қаламсап болуы да шарт емес. Арзан қаламсапты қолдансаңыз да болады. На листе бумаги мой. Содан кейін қағазға маған керекті есімдер тізімдеп жазыңыз. Сосын сызғышталып жазған сөзіңіздің астын сызыңыз. Есіңізде болар, мектепте сізге маңыз сөйлемдердің астын 2 рет сызып қоюды үйрететін. Сол себепті 2 рет сызыңыз. Шын мәнінде желілік бизнесте есімдер тізімі ең маңызды нәрсе. Сізге еш нәрсенің қажеті жоқ. Бәрін квестнен жасайды. Тауарлардың бағалары, комиссиялық ақшалардың бөлінуі, тағы басқаларды бәрін сіздер үшін квестнен жасайды. Тек қана сіздер тізім жасасаңыздар болғаны. Кейбір жалқаулар әлі тізім жасамаған, үйінде отырып, осы бейне бағдарламаны көріп отырғандарға тағы да, егер сіз тізім жасамаған болсаңыз, сіздің бизнесіңіздің жүрмей артқа кеткені. Сонда сіздер маған бұрылып, Патман, тыңда, барлық тізімдерім менің телефон кітапшамда жазылып тұр ғой деп айтарсыз. Бұл жердегі мәселе сіздің миыңыздың жұмыс істей бастағандығында. Сіз қағаз алып, кәдімгі кәсіпкер сияқты керек заттар тізімімен телефондар тізімін жасай бастайсыз. Осы процесс сіздің бизнесіңізде маңызды рөл атқарады. Бұл тізім қарама-қайшылықтарға толы. Түсініп отырсыздар ма? Кейбір кәсіпкерлер 30 адамның атын жазсам деп жеткілікті айтады. Енді біреулер 50 адам жазсам деп жеткілікті айтады. Енді біреулер 10 адамның өзі жеткілікті дейді. Менің не ойлайтынды білгілеріңіз келе ме? Егер сіз кем дегенде 150 адамның атын жазбасаңыз, 2 бірдей әуе шарын сатып алыңызда бірге ұшырып жіберіңіз. Егер сіздің тізіміңізде жазылған аттар тізімі 150-ге жетпесе, психиатрдың қабылдауына жазылып, мәселенің мәні неде екендігін біліңіз. Әлемдегі тәжірибе көрсеткендей, дені дұрыс адам кем дегенде 200 адамның тізімін жазуы тиіс. Мен ойлаймын, осында отырғандарда, үйде мені тыңдап отырған адамдарда, дені дұрыс адамдар 200 адам. Өз туған туыстарыңызды санаңыздар. Ал егер сіз азиялық болсаңыз, туысқандарыңыз жетіп артылады. Солай емес пе? Ал егер осы бизнес арқылы сіз көп ақша тауып жатсаңыз, онда туыстарыңыз да көбейеді.
Оған мен сіздерге кепілдік берем. Олар жан жақтан келіп, қал жағдайың қалай? Мен сені көргеніме қуаныштымын дейді. Сіз Қытай, Иран, Индия, Австралия, Жапонияда болсаңыз да 150 адам. Бұл өте оңай. Адамдар тізім жасай бастайды. Оны қалай жасайды? Ол адам ешқандай нәрсені түсінбейді деп, біреу үшін шешім қабылдай бастайды. Ал ол адам бұған қызықпауы мүмкін. Ол маған ұнамайды. Ал бұл адам алғашында қызықты да кейін жыныма тие бастайды. Яғни тізім жасап жатқандағы сіздің ойыңыз сіздің миыңыздың жұмыс істеу деңгейін көрсетеді. Олар сіздің бұл сөзіңізді естімесе де құлақтары шыңылдайды. Бизнесімізге кедергі беретін осындай теріс ұғымдар мен қате түсініктер орын алуы мүмкін. Бұл бизнестегі алтын қағида: сіз барлық таныстарыңызды, әйеліңізді, туысқандарыңызды, енеңізді, құдаларыңызды, нағашыларыңызды, жиендеріңізді, әйеліңіздің достарын да осы тізімге жазуыңыз керек. Тіс дәрігері, дәрігер, механик. Сіз аялдамада көретін әдемі қыз, күнде көретін жігіт, стюардесса, тұрақтағы көлік реттеуші, сүйікті әпкең, жақтырмайтын әпкең, сіз жек көретін адам, сіз жақсы көретін адам, әпкеңнің бастығын, өзіңнің бастығың, әріптесің, бағбан, қарындасыңның дәрігері, саяхат фирмасының агенті, көшеде жиі көретін телефоны белгісіз бейтаныс адам, пошташы, банкир, көлік сатушы адам. Байқадыңыздар ма? Мен сіздерге 2,5 минутта 150 адамды айтып бердім. Мен санадым, түсінікті ме? Жоқ дегенге 150 адам. Ары қарай не? Сіз өзіңіздің шақырылған адамыңызбен отырып, оған тізім жасауға көмектесіңіз. Сіз оған көмектесуіңіз керек. 150 адам айтсаңыз, ол ондай тізімді қайдан табамын деп ойлау мүмкін. Яғни бизнесті құрудың 8 қағидасының бірі: сіз өзіңіздің төмен тұрған адамға көмек беруіңіз керек. Сіз оған бейне бағдарламаны беріп, мынаны көрде, ертең маған хабарлас, мен қазір тойға кетіп барамын деп айта алмайсыз. Өйткені бейне бағдарламаны көрген соң, ол адамда көптеген сұрақтар туындайды. Ол адаммен бірге көре отырып, ойды түрткілеудің тәсілдері деп аталатын әдісті қолдана отырып көмектесуіңіз керек. Сіз осы әдіс арқылы одан туған қалаңдағы пәленшені танисың ба? Сан-Францискода жүрген ананы танисың ба? Я, мен білем десе, онда Европадағы адамдарыңыздың тізімін жазыңызшы. Оның анау екінісі телекранда жұлдыз емес пе? Я, танимын деп, оның ойын түрткілеп тірілтсеңіз, осы сөздер арқылы оның ойына қозғау саласыз. Тізімді жаза отырып, банктегі шотыңызға қор жинағандай боласыз. Сіз оны бар жан тәніңізбен қорғауыңыз керек. Көшеде біреу сіздің есімдер тізімі салынған сөмкеңізді алып қашса, онда сіз артынан жүгіріңіз. Сізде қосымша тағы тізімдердің көшірмесі болуы керек. Дискілерге бірнеше көшірмесін алып, сейфіңізге кілттеп қойыңыз. Көрермендер компьютермен жұмыс істей алмайтын адам қалай мұны істей алады деп таңғалып тұрған шығар. Түсініп отырған шығарсыздар. Бұл жоқ дегенде 150 адам сіздің бизнестегі белсенді күшіңіз. Міне осы 150 адам сіздің болашақтағы лидеріңіз болуы мүмкін. Сол 150 адамның ішінде болашақта біреуі бизнесіңізді Жапонияда ашып берер, біреуі Оңтүстік Америкада дамытуы мүмкін, біреуі сізді Нигерияға бастауы мүмкін. Ал оның біреуі сізге бір айда 5000 адамдық топ құруы мүмкін. Сіздер оны білмейсіздер. Мен өз тізімнен қарап отырып шабыт аламын. Олардан қандай пайда келетінін алдын ала айта алмайсыз. Сіздерде есімдер тізімі болуы керек. Осы бағдарламаны үйде көріп отырғандар, қазір тізіміңіз болмаса, қазір жазыңыздар. Аз үзіліс жасап, тізім жазыңыздар. Сосын қайта қосып, бизнестің келесі қағидасы бойынша іске кірісіңіз. Көп адамдар бұл бизнестегі өте қарапайым дүниелерді бағдарлайды. Сіз желілік маркетингтің тарихы жөнінде кітаптар оқисыз, экономикалық жағдайын қарайсыз. Алайда сіздің тізіміңіз жоқ. Бұл ақымақтық. Сіз бұған қате түсінікпен қарамауыңыз керек. Барлығын тізімге қосыңыз. Көп адамдар өзінің әкесін, көкесін, бауырларын қосқысы келмейді. Өйткені оларда тым кәрі немесе өте жас деп есептейді. Мен сіздердің көзқарастарыңыздың өзгеруін қалаймын. Барлығында тізімге қосыңыз. Мен оларды бірнеше топқа бөлемін.
ыстық, жылы және салқын топтар. Ыстық топ бұл тікелей мағынасында ыстық адамдарды да білдірмейді. Олардың сізге жақын екендігін аңғартады. Сіз олармен өте жақын қарым-қатынастасыз. Олармен хабарласып, шайға шақыра аласыз. Жылы топтағыларға сіз көбірек көңіл бөліп, сіздің жұмысыңызға қызығу үшін барыңыз салуыңыз керек. Салқын топ бұл автобустағы жігіт. Сіз оны 7 жыл бойы күнде көресіз. Кейде жолыққан кезде бас изеп амандасқаныңыз болмаса, мүлдем сөйлеспегенсіз. Бір-біріңізге жақын келіп, әңгімеге тартқан емессіздер. Ал енді сіз оған жақындап келіп, жанына отыруыңыз керек. Сол себептен есімдер тізімін міндетті түрде қағазға жазып қойыңыз. Бұл тізімге кемінде 150 адам енуі керек. Сол себепті бұл бизнесті құрудың нөмірі 3 қағидасының басты ережесі.